Сәлем достар! Бүгін сіздермен бірге өте нәзік коржик дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге экранда жазылған тағамдар керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Кейін қантымызды ыдысқа саламыз. Жақсылап араластырып, жай отта қанты ерігенше қыздырамыз. Қыздырып жатқан кезде араластырып тұруды ұмытпаймыз. Қанты еріген соң оттан өшіріп сары май қосамыз. Менің қолданғаным Торжелание өнімінің 72% сары майы. Оның орнына маргарин қолдануға болады. Сары майы жақсылап ерігенше араластырамыз. Мен бір жұмыртқаны қолдандым. Оны жақсылап араластырып, жартысын ғана қосамыз. Қалғанын бетіне жағуға пайдаланамыз. Ұнымызға 2 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырып, сүзгіден өткіземіз. Ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, аз-аздан қосып араластырамыз. Жақсылап қамыр илеп, оны салафанға салып, тоңазытқышқа 10 минутқа жібереміз. 10 минуттан соң тоңазытқыштан шығарып, ұн сеуіп, жақсылап жаямыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдай болу керек. Кейін өздеріңізде қандай форма бар, сол формамен кесе берсеңіздер болады. Егер форма болмаса, жай ғана кесемен кессеңіздер де болады. Менде мұнда 10 сантиметрлік форма. Барлығын кесіп болғаннан кейін пергамент қағазының үстіне қоямыз. Және де оның үстіне қалған жұмыртқаны жағып шығамыз. 180 градуста 25 минуттай пісіреміз. Сонымен біздің өте нәзік коржиктарымыз дайын. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.